Бұл жерде бәріміз ойланатын нәрсе. Себебі біріншіден бұны шақырған Путиннің өзі. Путиннің өзі шақырғаннан кейін қонағын күтіп алу, бұл да бір протокол, бұл да бір заңдылық болады да дипломатияның арасында. Ең болмаса, егер Путиннің өзі болмаса, екі тұлғаның біреуі күтіп алған дұрыс еді. Не Мишустин, үкімет басшысы, не болмаса Матвиенко, федерацияның. Сол екеуінің біреуі күтіп алса да ондай сұрақ тумас еді. Сондықтан менің өз ойымша бұл Ресей тарапына жіберілген не қателік, не болмаса әдейі көрініс деп ойлаймын. Ресей тарапының көзқарасын білдіруді Америкаға барып Трамппен сөйлесіп қайтқан көрші мемлекетінің басшысына деген не дейміз, жақсы көрініс емес, енді негативті көрініс деп есептер мен өз басым. Шындығында мен де түсінген жоқ, өйткені шақырып алған қонақты өздері қатыса алуына тиіс еді. Бұл бір саммитті күтіп алу емес. Мысалы, Россияға бірнеше мемлекет жиналып, ОДКБ-ға бірдеменің жиналысы болып жатса, онда айтуға болар еді, келіп жатқан 10 шақты қонақтың ішіндегі біреуін күтіп алмамыз. Ал арнайы шақырған қонақты күтіп алу бұл міндеті. Бірақ бір мән беретін деталь, Тоқаев мінген ұшақ Ресей шекарасына кіре сала, оған әскери ұшақтар қатарласа ілесіп отырған. Оны кейбір сарапшылар Украинамен соғысқа байланысты Ресей аспанындағы қауіпсіздік шарасы болар деп шамалаған. Алайда Путиннің баспасөз хатшысы Песков бұл мемлекеттік сапарлар кезінде жасалатын құрмет қарауылы деп жауап берді. Путин Тоқаевты Кремльдің Георгий залында қарсы алды. Алдымен екі президент шағын құрамда келіссөздер жүргізген және кейін 2,5 сағат отырып шай ішкен суреттері тарады. Бірнеше депутат мен билікке жақын адамдар мұны емін жарқын отырыс деп бағалап Тоқаевты мақтап, оның мықты дипломат екенін тағы да жазды. Мысалы, Тоқаевтың сыртқы саясаттағы қадамдарын тек мақтап жүретін депутат Самат Нұртаза былай деп жазды. Орыстар сізді кафе, ресторанға шақыртуы мүмкін, сізбен дос болуы мүмкін, бірақ орыстар үйіне шақырмайтын халық. Үй орыстардың менталитетінде өте жабық әлем. Владимир Путиннің Кремльдегі ресми кездесуден кейін Ново-Огаревадағы үйіне Қасым-Жомарт Кемелұлын шақыртуы бұл біз ойламаған жақындықтың көрінісі. Осыдан кейін Қасым-Жомарт Тоқаевқа қалай иланбайсың? Тіл көзім тасқа. Қасым-Жомарт Кемелұлының абыройы Қазақстан қоғамының абыройы.